Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін қазақ халқының ұмытылып бара жатқан тағамдарының бірі белбайлы бұламық тағамын жасайтын боламыз. Қазақ халқы бұламықты жаңадан босанған келіншектерге арнап жасайтын болған. Бұламық ішкен ананың ағзасы тез қалыпқа келеді, әрі бойына күш болады. Бұламық ішкен ананың баласы да тоқ болады, іші ауырмайды деп есептеген. Видео ұнайды деген сенімдемін. Видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар: 1 кесе ұн, 1 кесе сұйық май, жарты кесе күріш және тары қажет болады. Осылардың барлығын алдымен дайындап аламыз. Қызып тұрған кастрюлемізге сұйық майымызды құйып, үстінен дайындап алған ұнымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Және осылай қызыл түске енгенше қозғап тұратын боламыз. Қызыл түске енген кезде жеке бір ыдысқа қуырылған ұнымызды салып алатын боламыз. Кастрюлемізге 2 литр салқын суымызды құйып аламыз. Жаңағы үстінен қуырылған ұнды салып, жақсылап қозғап отырып араластырамыз. Қасынан кетпей араластырып тұру қажет. Өйткені ұнымыз бір-біріне жабысып, тағамымыз дұрыс шықпай қалады. Жарты кесе күрішімізді салып, осылай жақсылап жуып аламыз және жылы су құйып 10 минутқа қойып қоятын боламыз, жібіп тұру үшін. Ұнымыз бен суымызды араластырып отырып, дайын болған күрішімізді салатын боламыз және қайнағанша араластырып отыратын боламыз. Міне біздің көжеміз өте әдемі болып келе жатыр, бір-біріне жабыспай. Күрішіміз жарылуға жақын қалғанда алдын ала жуып алған жарты кесе тарымызды қосатын боламыз. Тары өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоспауға да болады негізі. Және осылып араластырамыз, үстінен тұз саламыз. Тұзын өздеріңіз дәміне қарай сала бересіздер. Өте керемет болып шығып келе жатыр. Тарымыз 10 минут немесе 5 минут көлемінде тез пісіп қалады. Міне біздің көжеміз дайын болды, пісіп. Күрішіміз де тарымыз да жарылып пісіп шықты. Ыдысымызға құйып, осылай бетінен қолдың сары майын салып ішсеңіздер өте дәмді болады. Сіздер де жасап, үй жағдайында ішіп көріңіздер. Өте тойымды тағам, пайдалы тағам. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қолдап кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.